Сәлеметсіздер ме? Менің атым Дәрібай Рамазан Оразұлы. Қазір 2031 жыл. 5 жыл бұрын мен қарапайым мектеп оқушысы едім, ал бүгін мен кәсіби геологпын. Жер қойнауын зерттеу жобаларында жұмыс істеймін. Әр күнім жаңа жер, жаңа зерттеу, жаңа жаңалық. Қазір мен экспедицияларға қатысам, тау жыныстарын зерттеймін. Бұл жерде қызықты қабаттар бар. Жер қойнауын зерттеу жобаларында жұмыс істеймін. Әр күнім жаңа жер, жаңа зерттеу, жаңа жаңалық. Біз жер қабаттарының құрамын зерттеп, миллиондаған жыл бойы жүрген табиғи үдерістерді талдаймыз. Геолог мамандығының ерекшелігі, біз адам аяғы баспаған жерлерде жұмыс істейміз. Тауда, далада, шөлде. Геологтар болмаса, мұнайда, газда, металда, құрылыс материалдарда болмас еді. Бізді қоршаған заттардың көбі геологтардың нәтижесі. Мысалы, біз қолданатын металлдардың немеге жатады. Қазіргі геология бұрынғыдан да заманауи. Біз дрондарды, спутниктік карталарды, компьютерлік модельдеуді, жасанды интеллектіні қолданамыз. Қазір бұл тек балға мен карта ғана емес, бұл жоғары технологиялар саласы. Мен бұл мамандықты таңдадым, себебі табиғатты жақсы көремін, саяхаттағанды ұнатамын, және еліме пайда тигізгім келеді. Геология маған төзімді болуды, дәлдікке үйренуді және көзге көрінбейтінді байқай білуді үйретті. Егер мен қайтадан мектеп оқушысы болсам, тағы да геолог жолын таңдар едім. Өйткені геолог жай мамандық емес. Бұл жаңалық, бұл ғылым, бұл болашақ. Қорытындылай келе, геолог мамандығы қиын болса да, өте қызықты әрі елге пайдасы мол мамандық. Мен болашақта осы салада өз білімім мен еңбегім арқылы Қазақстанның дамуына үлес қосқым келеді. Назарларыңызға рахмет.